Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Бандос арнасы. Бүгінгі видеода біз арнада жаңа мансапты бастайтын боламыз және ол Ямалға арналады. Оның рейтингі 68 және позициясы ПФА және жасы 19-а. Неліктен жасы 19-а десеңіздер, FC24-те ең кіші жас ол 19. Сондықтан да бізде басқа мол жоқ. Оның түрін өзіміз құрастырып, осылайша FC24-ке енгізген болатынбыз. Ал оның қазір позициялық қарсыласы Рафиня. Өте қиын қарсылас болатыны сөзсіз, өйткені Ямалдың рейтингі бар болғаны 68 болса, ал Рафиняның рейтингі 84. Енді алдағы ойында бірінші жолдасы кездесулерден басталатын болады. Ендеше бірден сол ойындарға кеттік. Алғашқы ойын Ювентуске қарсы және Ямал 55 минутта ойынға кірді. Қазір біз бұл ойыншыға пас береміз де ашылып кетеміз. Міне екі ортадан өтіп кеттік. Енді бізге пас беруге болады. Пас бердік. Алайда біздің ойыншыларымызға доп жетпеді. Ювентус қауіпті шабуылды ұйымдастырып жатыр. Қорғаушылар не істеп тұр бұл жерде? Өте қауіпті. Қазір не болды бұл жерде? Қақпашы не істеп тұр? Қорғаушылар қайда бұл жерде? Жарайды, енді өткізіп алды. Ал қақпашы не істеп тұр бұл жерде? Ай, бұл жер қатып қалды ма? Бақпа, түсінбедім. Олар есепті ашып кетті. Өкінішке орай әзірге есеп 0-1. Кеттігенде біз шабуылға аттанамыз. Керемет, бұл жерде енді алға қарай жүгіре береміз деп қазір пас сұраймыз және соққы жасап көреміз. Алайда қақпашы құтқарды. Бұл жерде енді қазір бұрыштама болады және гол соққан ойыншы бізде қосалқы құрамға кетті. Және қазір доп бізге келді және бұлайынан тартамыз да пас беріп қаламыз. Енді бұл жерде күтпедім және соққы, алайда қақпаға дармады. Ювентус тағы да шабуылға аттанып бара жатыр. Бұл жерде Ямал не істеді? Өте тамаша. Әлі де бірақ қауіп сейілмеді. Қазір барынша сақ ойнау керек біздің қорғаушыларға. Өте тамаша, допты тартып алдық және паспен осылайша командаласымызға пас бердік. Енді ашыламыз қазір пас беру үшін. Және бұл жерде Левандовский бізге пас берді және бұл жерде енді қапталдан шабуылдап көреміз. Педри және осылай пас береміз де қазір доп артқа қарай кетті. Енді мүмкіндік енді қазір гол салу керекпіз және соққыға болады. Соққы және гол. Есепті теңестірдік. Өте тамаша. Рафиня есепті теңестіріп отыр. Қазір бейне айталу сәтінің қарайық. Керемет пастасып кетті және бұл жерде қорғаушының да қателігі бар екен. Қорғаушының аяғына тиіп бұл жерде Рафиняның аяғына жеткен екен. Есеп 1-1, әзірге жаман емес. Ойын осылайша аяқталды. Есеп 1-1. Біз алғашқы ойынымызда бір ұпайды еншілей алдық. Ойын негізі нашар өтпеді. Жақсы ойнадық. Алғашқы гол бактың кесірінен кіріп кетті. Және Ямал әрине бұл ойында нәтижелі іспен көзге түспесе де жақсы ойын көрсетті десек те болады. Енді біз келесі жолдасы ойындарға баратын боламыз. Хавиге Ямалдың ойыны ұнаған секілді, сондықтан да оны негізгі құрамға шығарайын екен. Бұл біздің мүмкіндік. Ендеше қазір біз бар күшімізді көрсететін боламыз. Ойын басталды, таяқ жерге тасталды. Ендеше кеттік. Пас береміз. Тамаша Педриге пас бере алдық. Енді Левандовский бұл жерде керемет мүмкіндік Ямалға. Енді соққы жасауға болады. Соққы! Сәл ғана қалып еді. Қазір біз пасқа ашылатын боламыз. Бере алмайды, өйткені бізде қазір бір ойыншы жауып жүр. Енді мүмкіндік енді соққы жасауға болады. Соққы, бірақ сәл ғана қисық. Пас салысып жатыр. Дион қазір пас берді Ферран Торреске. Енді бұл жерде керемет мүмкіндік бізге пас шығарса. Бірақ бойымыз жетте қоймады. Әлде мүмкіндік бар. Ғындаған керемет пас берді. Соққы, қақпашы бұл жерде құтқарды командасын. Және допты тартып алдық. Мүмкіндік қайтадан пас береміз және бұл жерде сәл ғана қалып еді. Бұл жерде Рафинаның аяғына жеткен еді. Доп бұл жерде қателік қайтадан Ямал доптан айырылды. Ал енді Астон Вилланың шабуылы бұл жерде қауіпті жабу керек. Соққы жасатып қойды. Тер Штеген мықты керемет сейв жасады. Қазір енді біз бұл бұрыштаманы қорғану қажетпіз. Және соққы жасалынды, бірақ мүлдем қауіпті емес. Осылайша бірінші тайм аяқталды. Есеп 0-0. Ендеше екінші таймға кеттік. Қазір пас береміз. Тамаша. Енді алдымызда бір ғана ойыншы және оны да алдап кеттік. Арттан кіріп жатыр бұл ойыншы. Левандовский мүмкіндік. Соққы. Жоқ, бұрыштама. Мартинес бұл жерде өз қақпасын бірнеше рет құтқарды.
Және қазір бұрыш таманы біз оңды пайдалану керекпіз. Жоқ, бұл жерде Ямалдың берген пасын қабылдай алмады және соны пайдаланып Астон Вилла қарбалас шабуылға аттанып бара жатыр. Мүмкіндік бермеу керек, қалайда болсын тоқтату керек. Бірақ бізге ол мүмкіндігіміз өте сәтсіз болды. Батқатымыз деген. Енді доп қазір Левандовскийге жет. Ома Левандовский неліктен өйтті, алдында Ямал тұреді ғой негізі. Доп Ямалға жетті және бұл ойыншыны пас беру арқылы өтіп кетеміз. Міне керемет алдап өттік бір ойыншыны. Енді алдымызда қазір бір ғана ойыншы. Енді соққы жасап көреміз. Соққы, алайда Мартинес тағы да өз қақпасын құтқарды және қателік бұл жерде. Енді мүмкіндік соққы жасауға болады. Соққы және жоқ, өкінішке орай. Және әлі де мүмкіндік бұл жерде соққы және Ямал есепті ашты. 80-ші минутта Барселона клубы алға шықты. Өте тамаша. Қазір біз голдың бейне айтылауын қарайтын боламыз. Міне қазір команданың барлығы қуануда. Алғашында әрине пайдалана алмады және одан кейін Педри осылайша керемет пас бере алды Ямалға. Ал Ямал болса бұл сәтті жақсы пайдаланды. Бұл Ямалдың алғашқы нәтижелі ісі. Ойын аяқталды. Барселона клубы жеңіске жетті және жеңісті голды соққан ол Ямал. Өте тамаша ойын өрнегін көрсетті. Бұл ойында көптеген шабуылдар жасап көрді. Ал енді біз келесі жолдасы кездесуге кеттік. Кезекті ойын бізде Ливерпульге қарсы өте қиын қарсылас болары сөзсіз, алайда біз оларды жеңуге барынша тырысатын боламыз. Доп Ямалға жетті. Міне керемет пас бере алды Левандовскийге. Енді Де Йонг бұл жерде кімге пас бермек? Міне керемет пастар. Енді Ямал бұл жерде пас беруге болады. Пас, мүмкіндік, соққы және Алисон. Ой-ой-ой, неткен керемет сейф жасады. Ал қазір бізде бұрыштама орын алады. Енді бұл бұрыштаманы оңды пайдалану қажетпіз. Және доп қазір Ямалда соққы жасаймыз, бірақ соққымыз нәтижесіз. Бұл жерде пас бізге берді. Енді бұл жерде пас береміз, осы ойыншыға ашылып кетеміз. Екі орта ашық соққы жасаймыз. Соққы. Ямал. Өте керемет мүмкіндік еді негізі. Бірақ енді соққысы сәл төмендеу екен. Бұның әсерінен бұндай мүмкіндікті голға айналдыра алмады. Бірінші таймның соңғы мүмкіндігі және бірінші тайм аяқталды. Есеп 0-0. Бұл жерде енді біз барынша қысамыз және керемет топты тартып алдық. Мүмкіндік бізге. Бұл жерде ашылып келе жатыр екен. Педри және соққы, гол. Ливерпульге қарсы алғашқы голымызды соға алдық және бұл голды соққан бізде Педри. Өте тамаша. Қазір бейне айтылуды қарайық. Және Ямал керемет голды пас берді. Не өзі допты тартып алып, бұл жерде Педри пас бере салды және Педри керемет соққы жасап есепті ашты. Тағы да қателік бұл жерде. Енді керемет мүмкіндік. Ямал соққы жасады және есеп 2-0. Өте тамаша. Ливерпуль 2-0 есемен жеңіп жатырмыз және екі голға да Ямалдың қатысы бар. Біреуіне голдық пас берсе, біреуін өзі гол соқты. Міне қазір осылайша қателік жасады және бұл мүмкіндікті пайдалана алды Барселона клубы. Керемет соққы бұл жерде. Алайда Алисонның қолы сәл ғана жетпей қалыпты. Ал Ямалдың рейтингі болса дәл қазір 10. Өте тамаша. Енді ойында дәл осы рейтингті сақтап қалу қажет. Ойын аяқталды. Бізде Барселона клубы жеңіске жетті 2-0 есебімен. Өте тамаша. Енді алдағы уақытта бізде лига ойындары басталатын болады. Ендеше сол ойындарға кеттік. Лиганың алдында біз Ямалды сәл дамытып алатын боламыз. Ол үшін развитие игрока дегенге кіріп, ударды дамытамыз алғаш болып. Өйткені ударды көрдім. Сәл көрдіңіздер, сәл пәл кінәраттар бар. Сондықтан да осындай заттарды көбейтеміз. Завершение, удар с летом деген сияқты дальний удары, яғни осы завершениені де ала салайық. Болды, менің ойымша осы жетеді және 70 рейтингіне дейін көтерілді. Және алғашқы ойын бізде Хетафеге қарсы екен. Сол ойынға дейін уақытты өткіземіз. Ла Лиганың алғашқы ойындары басталады. Қазір бізде енді осы жерде ойыншылар жаттығу жасап жатыр және тренердің көмекшісі келіп бізге тізімді қойып кетті. Ертеңгі ойынға шығатын құрамды және қазір біз құрамда бармыз ба, Ямалдың құрамда бар жоғын қазір анықтайтын боламыз. Қазір міне Ямал өзі келе жатыр тізімді қарауға. Және бар шығар деген үміттеміз және қараймыз. Бұл жерде
міне 16 номердегі Ямал негізгі құрамда шыққан. Өте тамаша. Ойын басталды. Алғашқы ойында жеңілмеу керек, барынша жеңіске ұмтылатын боламыз. Бұл жерде керемет мүмкіндік, шабуылға ұмтылып жатырмыз. Ламин Ямал пас берді, және бұл жерде Левандовски қандай керемет гол соқты. Қазір бейне айтылудан қарайшы, міне осылайша Ямалға пас берді, және өзі қайтадан ашылды. Осылай неткен керемет соққы бұл. Алғашқы лиганың голын осы Левандовски соқты. Міне өте тамаша. Әзірге есеп 1-0, Барселона клубы алда. Тағы да шабуылды ұйымдастырып жатырмыз. Мүмкіндік және пас сұраймыз. Енді соққы жасауға болады. Соққы гол. Есеп 2-0. Өте тамаша. Ямал есепті 2-0-ге жеткізіп отыр. Әзірге 2 нәтижелі іспен көзге түсіп отыр. Бұл ойында әлі бірінші тайм аяқталмады. Біз оларды 2-0 есебімен жеңіп жатырмыз. Өте тамаша. Қазір допты керемет тартып алды. Енді пас сұрап көреміз. Алдымызда ешкім жоқ. Соққы және бірақ сәл ғана қисық. Есеп 2-0, бірінші тайм аяқталды. Әзірге біз өте керемет ойын өрнегін көрсетудеміз. Ендеше екінші таймға бірден кеттік. Қазір біз 10 қапталдан шабуылды ұйымдастырып көреміз. Және бұл жерде пас береміз. Соққы алайда қақпашы құтқарды бұл жерде. Енді қазір бұрыштама орын алатын болады. Және Ферран Торрес пен Рафиня алмасты. Қазір доп бізде. Осылай керемет пас бере алдық, бірақ доптан өкінішке орай айырып қалдық. Енді қазір біз тағы да шабуыл ұйымдастырып көреміз. Керемет екі ортадан пас берді. Бұл ойыншыны алдаймыз да соққы жасаймыз. Алайда қақпашы құтқарды. Қақпашы бұл жерде әзірге екінші таймда керемет ойын өрнегін көрсетіп жатыр. Енді қазір тағы да бұрыштама. Бұл бұрыштама қалай пайдалана алады екенбіз? Доп бізге жете ме? Жоқ, жете қоймады. Доп қазір Ямалда. Ямал қазір бұл жерде сәл ғана қалды. Ойын сыртына шығып кетуге бұл жерде керемет алтады. Көріп тұрғандарыңыз мүмкіндік, соққы және гол. Есеп 3-0. Бұл жерде Ямалдың септігі әрине өте зор. Гол соғуға деген. Ал Гондоған болса бізде 3-ші голды соқты. Міне қазір керемет алдап кетті және осылайша пас берді. Және Гондоған бұл мүмкіндікті пайдаландап есепті 3-0-ге жеткізді. Өте тамаша. Ойын аяқталды. Есеп 3-0. Ямал бұл 3 голдың 2-үне ат салысып, 2 нәтижелі іспен көзге түсті. Әзірге ол ойындарын өте сәтті өткізуде. Кезекті ойын Кадизге қарсы. Қазір турнирлік кестені қарап жіберейік. Бұл жерде Атлетико Мадрид бір командаға қарсы 6 голды соққан ғой. Қазір кім клубқа қарсы екен қарайық. Гранадаға қарсы 6 голды соққан. Йо-майо, өте тамаша ойын өрнегін көрсетіп жатыр екен оларда. Ал біз енді Кадизге қарсы ойында өткізетін боламыз. Ендеше ойынға кеттік. Пас жетті. Қазір енді алға қарай жүгіреміз. Кім бар пас беретін? Ешкімді көріп тұрған жоқпын. Артқа тартамыз және соққы жасап көреміз. Соққы. Алайда қатты бір қауіпті соққы бола қоймады. Тағы бір мүмкіндік бізге. Гондоған бұл жерде енді соққы жасауға болады. Соққы қақпашы құтқарды бұл жерде. Керемет мүмкіндік еді гол соғуға. Ямалға пас берді. Біз Левандовскиге пас береміз. Левандовски бұл жерде бір ойыншыны алдап есепті ашты. Тамаша. Міне Левандовски өзінің керемет ойынын көрсетуде. Қазір біз бейне айтылуда көретін боламыз. Қалай Левандовскидің гол соққаны. Міне осылайша бір ойыншыны алдады да соққы бақыттады және соққысы сәтті болып есепті ашты. Әзірге тамаша. Пас сұраймыз. Ямалға керемет пәдері пас берді. Левандовскидің ашылғанын күтеміз, бірақ ол ашылмады. Сондықтан артқа қарай тартамыз және бұл жерде ойын тәртібі бұзылды. Және қызыл қағаз. Бұл жерде тамаша. Енді 10 ойыншыға қарсы ойын көрсететін боламыз. Қазір бейне айталауын көрсетсе, қалай қызыл алды екен. Бұл жерде шынымен де қызыл қағаз беретін екен тіпті. Ямалдың жарақат алып қалу мүмкіндігі бұл жерде зор болған екен. Қазір бізде айып тобы енді мүмкіндікті пайдалану қажет. Пас береміз. Мүмкіндік еді, бірақ бұл жерде доп қарсылас командаға өтті. Допты қайтадан тартып ала алдық. Дегенмен де олар
допты кайттан иелеп кетти. Керемет алга беттеп келе жатырмыз. Қазір ойыншылардың ашылғанын күтеміз. Замық жасап көрдік, бірақ бұл жолы енді алдай алмадық. Осы ойыншыға пас бере саламыз. Ондоған не істемек? Пасырап көреміз. Алайда өкінішке орай қақпашы бұл допты күтіп алды. Тағы да оң қапталмен шабуыл және бұл жерде өте алмады өкінішке орай. Қазір бірінші тайм аяқталады. Есеп әзірге 1-0 және сол голдың авторы бізде Левандовский. Тағы да оң қапталда жүгіре беретін боламыз. Пас сұраймыз және керемет пас жетті. Алда ойыншы ашылып келе жатыр екен, жеткіземіз. Офсайд? Қалайша офсайд? Қазір Беня Айталауын қарап көрейікші, точно ма деп. Міне осылайша пас бердік. Тым қатты шығып кетіпті бұл жерде балды. Керемет мүмкіндік, қазір пас сұрап көреміз. Соқты және гол. Ой-ой-ой, Ямал бұл жерде керемет гол соқты. Міне қазір біз Беня Айталауын қазір көретін боламыз қалай гол соққанын. Керемет пас жеткізе алды және бұл жерде бізде қателік орын алды. Міне ой-ой-ой, неткен керемет пас. Ямал бұл пасы керемет пайдаланды. Есеп 2-0, өте тамаша. Керемет пас бере алды. Енді мүмкіндік қазір шабуыл ұйымдастырып көреміз және бұл жерде қандай соққы және есеп 3-0. Өте тамаша. Ямал белгенін істеп жатыр бұл жерде. Қазір Беня Айталауын қарайық. Міне осы пас берді және көтеріп қалды және через себя тепті. Міне қараңыздар. Қалайынан тепті бұл жерде. Міне қазір бізге жаймендеп әрбір жерден көрсетіп жатыр. Міне тамаша. Қазір біз допты барынша тартып алуға тырысамыз және бұл жерде керемет тартып алдық. Кішкене артқа шегінеміз, өйткені офсайдта болып тұрмыз және алдымызда бір ғана ойыншы, оны алдауы керекпіз. Міндетті түрде қалай өтсек болады. Міне өтіп кеттік бір ойыншыдан. Енді пас шығарып көреміз, бірақ пасымыз өкінішке орай сәтсіз. Доп әлі де бізде енді соққы жасауға болады. Соққы Ямал! Хет-трик жасады Ямал. Өте тамаша. Есеп 4-0. Кадизі 4-0 есебімен жеңіп жатырмыз. Міне тамаша. Ямал әр ойында нәтижеліспен көзге түсіп жатыр. Тіпті бірнеше нәтижеліспен. Өте тамаша. Біз сонда 2 ойынның ішінде 7 жауапсыз голды соқтық. Және ойын аяқталды. Қазір бізге бұл ойынның добын беру керек. Енді Ямалдың бұл жұлдызы жарқырағаны сөзсіз. Қазір біз турнирлік кестені қараймыз және Реал Бетис клубы бұл жерде Атлетико Мадрид клубынан 2-3 есебімен жеңіліс тапқан екен. Соның арқасында Атлетико Мадрид бірінші орында тұр. Және олар 9 гол соғып, 2 ғана гол жіберсе, Барселона клубы 7 голды соғып, 0 голды жіберген. Және қазір біз Ямалдың статистикасын қарайтын боламыз. Ой-ой-ой, не деген статистика бұл. 2 ғана ойынға қатысып, 4 голды соғып, 2 голды пас беріп, және 2 құрғақ ойынды өткізді. Қазір біз командадағы ең үздіктерді қарап көретін боламыз. Кім екен гол бойынша көп соққан? Әрине Ямал. Ал екінші орында болса Левандовский, ол да наша нәтиже көрсетпеген. 2 ойында 2 гол соғып, 2 нәтижелі пас берген. Қазір біз лиганың үздіктерін қарап көретін боламыз және бұл жерде Лоренто тұр, 2 ойында 5 голды соғып тастаған. Ал екінші орында бізде Ямал 2 ойында 4 гол соққан. Достар, осымен видео аяқталды. Егер келесі бөлімін күтсеңіздер, бұл видеоның астына 300 лайкты жинап тастаңыздар. Ендеше қош саламатта болыңыздар.